Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі ақпараттық коммуникациялық технологиялар пәні бойынша сабақ тақырыбы презентация құру. Оқу мақсаты компьютерлік программаларда файлдарды ашу және сақтау командаларын пайдалану, компьютерлік программаларда меню командаларын қолдану, мәтін мен бейнелерден тұратын қарапайым презентациялар жасау, арнайы тақырыпқа сай фотосуреттерді қолдану. Бүгінгі үйренетініміз PowerPoint программасы, программаны іске қосу, қарапайым презентация жасау және соны сақтау. Ал енді презентация сөзі нені білдіретінен бастайын. Презентация ағылшын тілінен presentation ұсыну деп аударылады. Ол дегеніміз өзін көрсету, баяндама жасау, жобаны қорғау, дайын өнім мен қызметті жарнамалау және тағы да басқа көптеген дүниені кең аудиторияға ұсыну. Көшеде ілініп тұрған мониторлардан, автобустардағы экрандардан беріліп жататын жарнамаларды көріп жүрсіңдер. Осындай көрсетілімдер жасайтын программалардың біреуі Microsoft PowerPoint программасы. Программаны іске қосу үшін мына әрекеттерді орындаймыз. Пуск. Все программы. Ашылған программалар тізімнің ішінен Microsoft Office пакетін бас шертіп, Microsoft Office PowerPoint программасын таңдаймыз. Программаны іске қосқан кезде PowerPoint терезесі ашылады. Сіздерде оқулықтың 93-ші бетінде 58-ші бетте көрсетілген. Ең жоғарыдағы тұрған презентация 1 деп жазылғаны бұл тақырып жолы. Главная, вставка, дизайн, анимация, показ слайдов, рецензирование, вид вкладкілері орналасқан мәсір жолы деп аталады. Сол жағындағы құрылым аймағы, пішімдеу тақтасы, слайд аймағы. Презентацияның әрбір беті слайд деп аталады. Слайдтар белгілі бір тізбекпен құрылады. Слайдтарды өз қалауымызша безендіріп, мәтіндер, суреттер, бейне ақпараттар, дыбыстар және тағы да басқа көптеген нысандар арқылы өңдеуге болады. Және тағы да слайд қосу үшін біз создать слайд батырмасын басамыз. Егер де слайд керек емес болса, біз сол слайдтың үстінен тінтуірдің оң жағын басып, ашылған жанама менюдің ішінен удалить слайд командасын басамыз. Енді бірінші слайд жасаған презентациямыздың тақырыбы болады. Заголовок слайда деген жерге мен өзімнің жоспарлап отырған презентацияның тақырыбын жазамын. Иттің түрлері. Мәтінді ерекшелеп алып, шрифтін өзгертуге болады. Мен өзіме Times New Roman шрифтін таңдап, размерін үлкейтемін керегінше. Оны қою ғып жазып, немесе қисайтып жазуға болады. Түсін өзгертуді ұмытпаймыз. Подзаголовок слайда деген жерге доклад жасайтын адам өзінің фамилиясын жазып қоюға болады.
Мен өзімнің фамилиямды жазамын бұл жерге. Бұны да жылжытып орнын ауыстыруға болады. Енді ортаға сурет қоюға вставка вкладкасын ашып, рисунок батырмасын таңдаймыз. Ашылған терезелерден суретіміздің орналасқан папканы тауып ашамыз. Суретті таңдап, үстінен бір шертіп, вставить командасын басамыз. Мынау қойылған суретіміздің размерін кішірейтіп, орнын жылжытып қоюға болады. Екінші слайдқа енді сол иттің түрлерін бір түрін жазамыз. Мен Акита Ину туралы жазғым келіп отыр. Иттің түрі Акита Ину. Енді бұны мен сіздерге вставкадағы word art деген фигурный текст арқылы жазғым келіп отыр. Мынаусын таңдаймыз. Мынаусын өшіруге болады. Үстінен бір шертіп, перне тақтада delete батырмасын пернесін басамыз. Ерекшелеп алып, Акита Ину деп жазып, бұны да жылжытып қоямыз. Сурет қоямыз, вставка, рисунок. Суретімізді таңдап, вставить батырмасын басамыз. Керек размерін өзгертеміз. Енді қасына тағы да бір мәтін қосуға болады. Ол үшін біз вставка кіріп, надпись деген батырманы таңдаймыз. Бұл жерге мен қысқаша мәлімет жазсам болады. Жапония елінде ең ірі ит болып есептелінеді. Шрифтін өзгертетін болсақ, ерекшелеп алып, размерлерін үлкейтуге болады. Міне, енді жасаған презентацияны жойылып кетпес үшін оны сақтап қою керек. Ол үшін біз файл, сохранить командасын таңдап, ашылған терезенің ішінде иттің түрлері атымен қалып сақтап, оны қай папкаға салатынымызды көрсетуіміз керекпіз. Маған ыңғайлы рабочий столды таңдап, осы рабочий столға қалдырамыз. Презентацияны сақтағандағы файлдың кеңейтілімі PPTX болып сақталады. Сохранить батырмасын басамыз. Біздің тақырып жолындағы көрсеткен тақырыбымыз иттің түрлері деп ауысты. Слайдтарды толық экранда көру үшін мәзір жолында показ слайдов сначала деген батырмасын басып көруге болады. Ал енді үйге тапсырма. Біріншіден, оқулықтағы 26-шы параграфты оқу, 94-ші беттегі сұрақтарға жауап беру. Екінші, презентация жасап көр. PowerPoint программасын қос, ашылған слайдтың алғашқы бетіне су, өмір, нәрі деп жаз. Келесі слайдқа судың маңызын 3 сөйлеммен жаз.
жазылған мәтінді түрлі түсті етіп өзгерт. Толық экранға қойып, слайдты қарап шық. Презентацияны сақтап қой. Орындаған тапсырмаларыңызды WhatsApp-қа жіберуге болады. Осымен сабақ аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар.